Мына осы фигураны бөліп манағы тастайсыздар. қиындау есеп қалып қойды да запиське жазылмай. Нағыз қиындау. Қайсысы еді? Қайсы есеп? Жаңа периодқа байланысты. Жарайды, қазір бәрін шығарып алайық, соңында тағы бір қайталап кетермін онда. Аха. Айтпапсыздар, мен де ұмытып кеттім ғой записьті. Мына жерде жаңағыдай Рахмет. бөле саламыз. Былайынан бәрібір қайтып бөлсең де бір жауап шығады. Былай бір бөліп, былай бір бөлсек болады. Міне. Значит, мынаның ауданы 5 пен 5 25. Енді мынаның ауданын табу керек. Ені 4. Ұзындығы мына жері 16, мына жері 4, міне, мынау 4. Значит, общий 20 деген сөз. 20-ны 4-ке көбейтсем 80. Осылай табасыздар ғой. Так, мынау керек маған енді. Мынау 6, мынау 4, общий 24. Значит, мына 3 ауданды қоса салам деген сөз. 49 қосу 80, 100, ойбай, 129 бола ма? Міне, ауданы осылай шығады. Бұл сіздерде оқулықта бар, қай класста еді әйтеуір? 4-те ма, 3-те ма бар еді кітаптарында. Осылай шығарасыздар. Аха, төртте бар, төртте. Түрлі фигураң аудан. Мынау есеп тоже аудан, бірақ сәл күрделірек. Қараңыздар. Тіктөртбұрыштың ұзындығын 6 сантиметрге кемітсек дейді. Мынау алғашқы тіктөртбұрышымыз ғой біздің бастапқы. Соны 6-ға кемітіп едік, ауданы 60-қа азайды. Ал ені наоборот 2-ге арттырып едік, 44-ке артты. Сонда алғашқы тіктөртбұрыштың мынаның ауданын табу керек қой бізге. Оны қалай табамыз? Енді қараңыздар. 6-ға кеміттік деген сөз. Значит, мына жері ені 6 болып тұр ғой, кеміткені. Қиып тастады. Сол кезде 60. Значит, ені мына бір бөлігі қанша? 10 болады. 10-ды 6-ға көбейтсек 60. Біз мынаның төрт бұрыштың мына бір бөлігін таптық сонда. Ойбай, ол бөлігін емес, мынау бөлігін таптық. 10. Ені мына жерге салып алайыншы, тіктөрт бұрыш. Сонда тіктөрт бұрышымыздың ені 10 екен, міне. 10-ды 6-ға, так, мына жері 10. Ұзындығын 6-ға кемітіп едік, 60-ға кеміді. Әлі ұзындығы белгісіз бізге. Ені 10. Енді мына жерді қараңыздар. 2-ге арттырып едік дейді, 2-ге. 44-ке артты, значит, мынау 22 болды. Мынау 22. Ол міне 22. Осы енді мына жерден түсіндірейін, қараңыздар. Енді осы бізде алғашқы ауданы 22-ні 10-ға көйтсем 220 шығады. Енін 6-ға кемітсем, мына жерден 6-сын алып тастайтын болса, міне. Мынау 6, мынау 10, 60-қа кеміді, міне, көрдіңіздер ме? 60-қа кеміді. Ал егер керісінше 2-ге арттырсам дейді, мына жағы 2-ге артса, міне, мынандай болып артады ғой бізде. Мынау 2, мына жағы 22. 44-ке артады, міне, көрдіңіздер ме? Сонда алғашқы ненің ауданы S220. Осылай мына бөліктер арқылы оңай табуға болады. Мынау 6 болса, мына жағы 10. Енін тауып аламыз. 2-ге артса, мынау 22, ұзындығын тауып аламыз. Сонда алғашқы ненің өлшем бірліктері 10 мен 22 екен. Түсінікті ма? Оңай шығарылатын жолы. Сызбалар арқылы. Енді бұл жерде сіздерде көбінің айтатыны уақыт жетпейді. Бір-ақ сағат қой берілетін, е? Бір-ақ сағат болғандықтан уақыт жетпейді. Ау? Күрделі екен. Мына есеп пе? Жаңағыдай осы жолмен шығарсаңыздар жеңілірек болады. Себебі сіздерге бір сағат берілгендіктен теңдеу құрып шығарып отыр. Бұл жерде невозможно да, өте ұзаққа кетесіздер. Көрдіңіздер ме? Ең оңай вариант жаңағыдай, қараңыздар, міне. 6-ға кемітті дейді, міне, мынау кеміткен 6-сы. Значит, ойбай, не болып кетті мынау? Мынау 6-ға кемітті десе, мынау 10. Себебі екеуін көбейткенде 60 шығу керек, көрдіңіздер ме? Мына енін тауып алдым, 10 деген сөз. Енді мынау 2-ге арттырды деп тұр ғой, мына жер 2-ге артып еді. Мынау қанша сонда 44 шығу үшін? Ол 22. Значит, міне алғашқысы 22-де 10 деген сөз.
2-ге Енді ұқтым мына жерін. 12 болды, 2-ге арттырды. Мынау 22 еді, 6-ға кемітіп еді, сонда мына жағы 16 болып қалды. Міне осыған байланысты. Осылай сызбамен шығарсаңыздар, кішкене уақытты үнемді қолданасыздар. А так теңдеу қылып шығару бұған ұзақ жолға кетіп қаласыздар. Так, мына бөліктің ауданын табу. Бұл жерде де мынаған мән беру керек. Қызылдан басқа түс алайын, түсінікті болу үшін. Мынау төрт бұрыштың жартысы. Төрт бұрыштың ауданын тауып 2-ге бөлеміз. 14 көбейту 9 бөлу 2. 63 бола ма сонда? Мынау деген сөз. Мынаның ауданы немесе мына бір бөліктің ауданы. Түсінікті ғой, мына бөліктің. Так, А, В, С, Д деп алайыншы. А, В, С үш бұрышының ауданы мынау. Енді мына жерге Е деген әріпті қояйын. Енді маған мына бір үш бұрыштың ауданын табу керек. Аудан В, С, Е. Мына үш бұрыштың ауданы. Ол не деген сөз? Егер мына жерден былай тік төрт бұрыш не қылатын болсам, сол тік төрт бұрыштың ауданының жартысы мынау, көрдіңіздер ме? Мынау соның жартысы. Мына бір бөлік. Значит, ол не? 14 көбейту 7 бөлу 2. 49. Енді мына қызылды табу үшін мен жаңағы мына жартысын таптым. Сол жартысынан мына жартыны алып тастаған кезімде мына бір жарты қызылдың ауданы шығады. Сонда 63-тен 49-ды ала салам. Болды. 63-тен 49 алсам, қызыл түсті шығады. Ол 14 бола ма? Жауабы 14 сантиметр штемпке жазылмапты. 14 болады мені. Түсінікті ма? Сонда біз мына жартысын таптық деген сөз, ол мына жартысы, соны біліңіздер. Осы жартыдан мына жартыны алып тастаймын, сонда қызылдың бөлігі шығады. 2 төрт бұрыш бойынша аудан табылып тұр ғой, соған берілген есеп. Сәл енді адамды шатастыру мақсатында, бірақ кішкене түсінсеңіздер, мағынасы оңайырақ болады. Мынау түсінікті болды ма мына есеп? Түсініксіз болса айтыңыздар. Иә, түсіндік. Все, болды. Түсінікті болса болды. Кеттік, келесі. Не дейді? Мирас қорасында 2 түрлі тауық бар. Біріншісі күніне 3 жұмыртқа туады, бір тауығы. Екіншісі 3 күнде бір жұмыртқа туады. 30 тауық 12 күнде мынандай жұмыртқа тапса, 3 күніне 3 жұмыртқа туатын қанша тауық бар? Значит, бір тауық бар дейді. Бір күнде 3 жұмыртқа туады. Екінші бір тауық бар, 3 күнде бір жұмыртқа туады. 12 күнде қанша жұмыртқа туады мынау? 12 күнде 36 жұмыртқа туады, е? Ал мынау 12 күнде. Ол 3 күнде бір жұмыртқа туса, 12 күнде 4 жұмыртқа ғой туатыны сода. 3 күн сайын біреуін туып отырады. Мына. Енді бірақ нені айтып тұр? Бізде 30 тауық бар осылай. 30 тауықтың бәрі бізде 4 жұмыртқадан туады деп алдық, жорамалдық. Сонда 120 жұмыртқа болар еді. Бірақ бізде 280 жұмыртқа бар. 280-нен 120-ны алып тастайтын болсақ, 160. Бұл артық жұмыртқа. Енді қараңыздар, 12 күнде қанша аяғы артық деген сияқты, 36-тан 4 тауып тастасаңыздар, 32 жұмыртқа артық туып отыр мына жұмыртқа. Бірінші тауық. Сонда 160-ды бөлеміз 32-ге. 5 тауық. Міне. Бізде ол 5 тауығымыз қандай тауық болып саналып тұр сонда? Күніне 3 жұмыртқа туатын тауық. Енді есептеп көрейік. 5 тауық күніне 3 жұмыртқа туатын болса. Бір тауық 12 күнде 36 жұмыртқа туады. Осындай 5 тауық бар, 180 жұмыртқа туады. 180 жұмыртқа болды. Енді 5 тауық, общий 30 еді. 30-дың қалған 5-еуін алып тастаса, қанша? 25-і жаңа 3 күнде бір туатын. 3 күнде бір туатын тауықтар. Енді олар 12 күнде 4 жұмыртқа туады. 12 күнде 4 жұмыртқа. Сондай бізде қанша не бар? 25 тауық бар. Общий 100 жұмыртқа. Общий қоссақ 280 жұмыртқамыз шығып тұр сонда міне.
5 тауық күніне 3-еуден туады, 25 тауық 3 күнде 1-еуден туады деген сөз. Осылай шығарасыздар. Көбіне осы бөлік бойынша и жорамалдауға келтіріледі есептерінің көбі. Енді жаңа сызып, не істеп үйрендік, жаңағы бас пен аяқ деген сияқты уже все мұғалімдерге жорамалдау әдісімен шығара берген тиімді. Мына жақта не дейді? 200 қорап бар барлығы. Так, бұл жерде де 3 қорап алса, 4-шісі тегін. 3 қорап алса, 4-шісі тегін. 4 қорап кетеді, значит. Ал енді біреулері бар дейді, 5 қорап алса, 2 қорап тегін. Общий 35 адам бар. 35 адамның бәрі жаңағыдай 4 қораптан сатып алды деп есептейік. 140 болады. Бірақ бізде 230 қорап бар. Тура жаңағы не бойынша шығарамыз. Сонда 90 қорап артық. Ол мында қанша не артық болып тұр қорап? 7-тен 4-ті алсақ, 3 қорап артық. Осы 90-ды 3-ке бөлеміз. Жа 36-тан 4-ті алып 32-ке бөлген едік. Енді мына жерде 3-ке бөлеміз. Міне 30 шықты. Значит, ол бізде 30 жаңағы екінші неміз бойынша. Кейбір адамдар 5 қорап сатып алып, 2 қорапты істейді деп тұр, тегін алады деп тұр. Енді қараңыздар, 30 қорап. Енді осыны тексеріп көрейік, дұрыс па, қате ма? 35 адамның 30-ы 5 қорап сатып алатындар, 5-еуі 3 қорап сатып алатындар. Так, енді 5 адам сонда 4-4-тен сатып алады, 4-еуден алып тұр ғой мені. Оның 3-еуін сатып алады, 1-еуі тегін алады. Сонда общий 5-ті 4-ке көбейтсек 20 қорап кетеді екен. Келесі 30 адам 7 қорап алады, 5-еуін сатып алады, 2-еуі тегін. 210. Общий қоссақ 230 қорап шықты мені. Енді оның қаншауын тегін берді, оны анықтау үшін қараймыз. 5 адам 1 қораптан тегін алды. Ал 30 адам 2 қораптан тегін алды. Сонда 65 қорап тегін кетті. 65 қорап тегін. Міне. Ал мына общий біздегі 230 қорап шықты ма, соны тексеру үшін. Так, кеттік. Наяқтан саны көрінбейді екен. 22 дей ма? Нешінші есепке келді десем. Кеттік. Келесі. Абы қалаларының арасы қанша километр? 270 километр. Мынаның арасы 270 километр. Так, мынандай көлік шықты. Жаман жолда 3 есе кем дейді жылдамдығы. Так, мынау 30 жаман жолда жүретін жылдамдығы, 90 жақсы жолда жүретін жылдамдығы. Общий 5 сағат уақыт жұмсады деп тұр бұл жерде. Енді қараңыздар, 5 сағат уақыт жұмсаған болса, бәрін біз 30-бен жүрді десек, жылдамдығы жаманмен 5 сағатта ол 150 километр жол жүрер еді. Бірақ ол 270 километр жол жүрді. Сонда әлі 120 километр бар. Енді оны не істейміз? Жаңағы 90-нан 30-ды алып тастаймыз. Бәрі жаңағы бір әдіс, жорамалдау әдісіне. 60-қа бөлсек, 2 сағат уақыт. Міне, 2 сағат уақыт. Енді бар орындарына қойып тексеріп көрейік. Так, 2 сағат уақыт жүрді, және 3 сағат уақыт жол жүрді бізде. Сол кезде 90-мен жүретін болса, 2 сағат 180 километр жақсы жол жүрді. Так, одан кейін 30-бен жүретін болса, тұра тұрыңдар, мына жерде не болып кетті?
дұрыс қой, 120-ны 60-қа бөлдім, 2 сағат шықты. Бізде так, 2 сағат және 3 сағат екен ғой, дұрыс. 2 сағат жақсы жол жүрді, дұрыс. Енді 3 сағат, общий 5 сағат деді. 2 сағатында жақсы жолды жүрді, жақсы жол. Қалған 3 сағаты жаман жол жүрді. Ол сағатына 30-дан жүрсе, 3 сағатта 90 километр жүреді. Сонда общий міне 270 километр. Сонда 90 километр жаман жол. Мен мына жерде 2 ма қалай шығып кетті деп қоям. Дұрыс, 3 міне. Сонда 90 километр жаман жол, 180 километр жақсы жол болатыны. Осылай шығарасыздар. Так, кетті. Так. Келесі есеп. Өшіріп отыру уақыт кетіп қалады. Мына не дейді? Так, 13 гүлден салса 8 гүл артық, ал 16 гүлден салса гүл шоғына 7 гүл жетпей қалады. Мұнда гүл шоғы бізде белгісіз. Мынандай гүл шоқтары бар. Ішіне 13 гүлден салды бәріне. Белгісіз ол қанша екен. Соңында 8 гүл артық қалып қалды. Мысалы 5-еу, 4-еу, 3-еу деген сияқты гүл шоғымыз белгісіз. Ал енді 16 гүлден салса дейді ішіне. 7 гүл жетпей қалады дейді. Сонда барлық гүл қанша? Енді қараңыздар. Значит, мына жерде белгілі бір гүлдер салып келетті да 8 гүл артылып қалды. Мынаған үстіне добавка 3 гүлден қосты әрқайсына. Көрдіңіздер ме? 3 гүлден қосты, 3 гүлден қосты, 3 гүлден қосты. Сонда мынау 7-еу жетпей қалды. Общий 8 қосу 7, 15 гүлді үстіне 3-3-тен жаңағы тағы қосымша салған кезде қанша гүл шоғына жетер еді деген сөз. 5 гүл шоғына. Сонда общий 5 гүл шоғы бар деген сөз. Міне. 5 гүл шоғы. Ал есептеп көрейік. 13 гүл шоғын, 13-тен 5 гүл шоғына салса, 8-ді қоссақ қанша шығады? 65, 73. Мына жерден де сол 70 шығу керек. 16-дан салса 5-еуіне 7-еу жетпей қалады. 70 шығам екен. 80, 7-ні алсам 73 міне. Сонда общий 73 гүл бар. Оны 13-тен салатын болсам, 5 гүл шоғы болып 8 артылып қалады. 16-дан салсам 7-еу жетпей қалады. Көрдіңіздер ме? Ең оңай міне осылай шығарасыздар. Мында қаншауы бар, қаншауы артылды, қаншауы жетпейді, соны қосамызды. Қаншадан артық үстіне қосайын деп жатыр? 13-ке 16 болсын, 3-3-тен сол 3-ке бөле саласыздар. Қанша гүл шоғы екен осы жерден табылады. Міне, осылай оңай шығарылады. Так, кеттік. Қайда су бересіңші. Так, не дейді? Екі қорапта 43 асық бар. Екінші қорапта қанша асық, сонша асық бірінші қораптан екінші қорапқа алынып салынды дейді. Так, бірінші қорап және екінші қорап. Аха, қоясың. Так, енді бұл жерде бізде екінші қорапта қанша асық болса, бірінші қораптан сонша асық екінші қорапқа салынды. Мына екінші қорапқа өзінде бар асық, тағы тура сонша асық салынды дейді. Сол кезде анау 5-ке артық. Міне екеуінде де так. Плюс. Ойбай, плюсымды қай жаққа қойдым? Екінші қорап бұл артық. Екінші қораптың қасына плюсті 5-ті қоям бірінші. Сонда общий 43. Енді осыны тауып алуым керек. Қараңыздар. Мына 5-ті алып тастайын. Бағанағыдай 38. 38-ді 2-ке бөлсем, 38-ді 2-ке бөлсем, қанша? 19 бола ма сонда менде? Ай, 19 мынау бөлінбейтін сан шығып қалды ғой. Так, 19 болды мына жерде. Мында. Так.
19. Қалай болды мына жерде бөлінбейтін сан? 38-де 43-тен алдым 38-ді, дұрыс. Мына екеуіндегі 30 нені біліп алдым. Мына жерде 19 болып қалды ғой менде. Сонда мына жерде бөлінетін сан шығу керек. Себебі мына жерге қараңыздар, 19 болды. Мына жақтан белгілі бір нәрсені әкеп салған кезінде, теңдей екі нәрсені салғанда 19. Ол болмай қалады ғой, теңдей екі нәрсе 18 болу керек. То есть санын ауыстыра салайын енді. Так, мына жерде 3 деп ала салайын. Иә, чтоб бөлінетіндей. Құрастырып отырып 3 деп алайын, сонда 40. Қараңыздар, 40. 40-ды 2-ге бөлсем 20. Значит, мына жерде 20 болды. Мына қосқанда 23. Мына жақта 20 болып тұр. Енді қараңыздар. Бұл алдында белгілі бір бөлігі бар еді, бізге белгісіз ол. Мынандай бір бөлік. Тура мынадан әкеп, соны әкеп қосқан кезде 20 шықты дейді. Сонда 10-10-нан болып тұр. Көрдіңіздер ме? 10 еді, мынадан өзінде қанша деп тұр ғой, екінші қорапта қанша болса, тура сонша бірінші қораптан әкеп салды дейді. Қақ 10-ын әкеп салды. Значит, бұл да алғашқысында 10 болып тұр. Так, мына жақты әкеліп қосты. Ойбай, не есеп берген, не болып кетті? Так, дұрыс. Онда мына жақта қанша болды бізде? Так, мына жақта общий бізде 23 болып тұр. 3-ке артық деп мынаны өзгертіп алдым ба мен? Мынаны өзгертіп алдым, 3-ке артық деп е. Значит, мына жақта 23 болып тұр. Мына жақта 20 болып тұр, міне. Дұрыс. Енді мына жақтан 3-ке артық болған кезде, осы жерден екен ғой. Так, осы жерден екен ғой бізде не қып тұрғаны, берілгені. Дұрыс, осымен ала берейін. Так, қараңыздар, мына жерде былай шығады. Так, бізде бұл жерде не деп тұр? Бірінші қорапта қанша асық болса, бірінші қораптан екінші қорапқа сонша асық салынды. Мында белгілі бір екінші қорапта асық бар еді. Тура сондай қорап асық әкеліп салынды дейді. Бірінші қораптан алынды. Сол кезде бірінші қораптағыдан бізде 5-ке артық асық пайда болды. Міне, екеуінің несі бірдей болып тұр ғой. 5-ке артық. Общий бізде 43 асық. Так, 43 асық болса, 43-тен 5-ті алып тастадым. 38. Дұрыс па, аз айтқаннан кетіп отырған жоқ. 38 2-ге бөлсем, сонда 19. Мынау 19 екен ғой, мен шатас. Мынау артық 24. Міне, енді дұрыс. Мынау 19 асық, мынада 24 асық болды. Общий қосқан кезде 43. Енді бізде айтады, мына жерде 24 асық болмастан бұрын белгілі бір асық бар еді дейді. Тура сонша асық мынадан әкеп салдық дейді. Значит, 24-ті 2-ге бөлуіміз керек қой. 12 асық мынадан әкеп салып отырмыз. Сонда 19-ға 12-ні қосамыз, общий бұда 31 асық болады. Біріншісінде 31 асық, екіншісінде 12 асық міне. Общий қосқан кезімізде 43 асық шығады, дұрыс. Енді мынада қанша асық бар? 12. Мынадан соны алып тастаймыз дейді. Бірден 12-ні алсақ, 2-ге әкеп 12-ні қоссам, 24 шықты, дұрыс. Міне 24. Ал 31-ден 12-сін алып тастасам, 19 шықты. Сонда бір-бірінен 5-ке кем. Дұрыс. Бәсе, мына тапсырма түсінікті болды ма? Сөйлем берілген қалай болып кетті деп түсінбей қалдым ғой. Тапсырма түсінікті ме, апайлар? Мына жерде мынаған мән беру керек. Мынада түсінікті. асық болса, тура сонша асық қосылады деген сөз ғой. Сол жерінде несі тұр. Логикасы сол жерінде тұр. Кеттік. Енді мына бір есеп, мысалға мынан о жерде отырып есептеу мүмкін емес. Оңай не қалай табамыз? Мына жерде 24, 72, 36 бәрі 12-ге бөлінеді, соған мән беріңіздер.
2 көбейту 12 деген сөз. Мынау 12 көбейту 6 72 дегеніміз. Мына 72-нің орнына жаздым. 24-тің орнына жаздым. Енді 3 көбейту 12. Мынау 36-ның орнына жаздым. Сонда бәрінде 12 бар. 12-ні жақшаның сыртына шығара саламын. Мына жақшаның ішін қоссам енді. 78 2-ке өтсем 156. Мынаған көбейтсем қанша? 48. Так, 36. 408 бола ма? Так, мынаған көбейтсем қанша? 336. Мына. Енді 12-ні көбейтем мына санның қосындысына. Так, мына санды қосатын болсақ, қанша шығады? Так, 336-ға 400, 564-ті қос деген сөз, 0, бір ойда 9, 10, 900 деген сөз. 900-ге көбейт дейді. Сонда 2-0 жазылады, анау 108. 10.800 осылай тиімді тәсілмен есептейсіздер. Түсінікті ма? 12-ні бәрінен шығарып алу керек болады. Кеттік, келесі. Енді көбейтіп отыруға болады, бағанымен калькулятор рұқсат етпейтін шығар ол жерде. Мынау сәл кішкене тиімдірек жолы. Мынау да мысалға есептеңіз дейді. Яғни қалай есептейміз? 1 қосу 11 дегенді мен 10 қосу 1 деп жазайын. 101 дегенді 100 қосу 1 деп жазайын. 1001 дегенді 1000 қосу 1. Тағы сол сияқты. Қанша 0 мұнда? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 0 болады екен. 1, одан кейін 9 0. 2, 3, 4, 5, 6. Қосу 1. Міне. Үстіп жаздым. Енді мен мыналарды қосып алсам болады. 1, 10, 100, 1000. Мында 10 000 бар. Так, сонда мында 1 триллион бола ма? 9 0. Осы сандарды қосам. Жоқ, 1 миллиард болады ғой. 1 қосу 10, қосу 100, қосу 1000. Ары қарай 10 000 деп кетеді. Мына жағында 9 0 бар. Ол бізде миллиард. Міне. Мыналарды ғана қостым. Енді мынандай бірлер қалып қалды. Ол бірлер қанша? Қараңыздар. Мында 10 деген кезде, мына 11 деген кезде бір пайда болды. Көрдіңіздер ма? 101 деген кезде тағы бір пайда болды. Мынаның өзін жазып қойдым мен себеп. 1001 деген кезде бір пайда болды. Сонда мына жерден 1, 2, 3 осылай қаншау болады? Мында бізде 1000 деген кезде 3-ші тұрса, жаңағы 3 0-ымыз бар ғой, 1000 деген кезде қайда? Сонда 1 пайда болды. 1 0 кезінде 1, 2 0 кезінде 1 пайда болды, 3 0 кезде тағы 3-ші 1, 4 0 кезде тағы 1 пайда болады, 10 000 қосу 1. 9 0 кезінде 9-шы 1. Сонда мына 1-ден 9 1 пайда болады екен. Міне, соны түсіндірейін.